Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ әдебиеті сабағы басталды. Жаңа тақырып Талап Сұлтанбеков көшпелі алтын әңгімесі. Оқу мақсаты шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап бағалау, ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контексттермен үндестіру. Бүгін біз Талап Сұлтанбековтың шығармашылығына шолу жасаймыз. Ол 1930 жылы Алматы облысының Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Талап Сұлтанбеков белгілі қаламгер, атақты ақын Ілияс Жансүгіровтің немере інісі. Талап оқуын бітіргеннен кейін Арнаулы орындар полигонының ошағы Дегелең тауының түбіндегі Абыралы ауданының орталығы Қайнар ауылына жолдамамен мұғалімдік қызметке жібереді. Жолдамамен барған жас мұғалім баспана таппай қиналып тұрғанда Ілияс Жансүгіровтің туысы ақын Дәмеш Берсүгірованың ұлы екенін білген Сейітжан Тәбәріков деген тарих пәнінің оқытушысы Талапты үйіне ертіп кетеді. Кейін Абыралыға ұлын іздеп барған қазақтың белгілі ақыны Дәмеш Берсүгірова сол сапарының әсерінен «Полигон» деген поэма жазады. Талап Сұлтанбеков қазақ әдебиетін ғылыми-фантастикалық шығармалармен байытты. Ол ұлттық әдебиетті жастар мен жасөспірімдерге арналған «Профессор Созақов», «Көшпелі алтын», «Лұқман Кәкім» жинақтарымен толықтырған қаламгер. 60 жылдары мерзімді басылым беттерінде жарияланған «Темір еліне саяхат», «Түс», «Мидағы жазу», «Хат», «Жүрек тулайды» деген шығармалары бар. Бірінші тапсырма: Талап Сұлтанбековтың жазушылық жолға түсуіне қандай жағдайлар әсер етуі мүмкін? Өз көзқарасыңыз тұрғысынан пікір білдіріңіз. Екінші тапсырма: қазіргі қазақ прозасындағы фантастика жанры тақырыбында зерттеу жасаңыз. Бұл үшін қазіргі қазақ прозасындағы фантастика жанрының деңгейін, тақырыптарын және жазушыларын анықтауларыңыз қажет.